Қайырлы күн. Сіздер «Пираты Карибского моря» фильмін көрген боларсыздар. Ол жерде Джек Воробейдің өзінің компасы бар еді. Білесіздер ма? Ол ешқашан солтүстікті көрсетпейді. Ал нені көрсетеді? Кім біледі? Ол компас Джек Воробейдің шынайы қалауын көрсететін еді. Ал сіздер сенесіздер ме, дәл сондай компас менде бар десем? Я, дәл сондай компас менде бар. Қазір мен осы педагогикалық еңбек өтілімде осы жерге сүйреп келген мені сол компасым. Мен 15 жылдан артық педагогика саласында жұмыс жасаған екен. Бірақ дәл сол 15 жылдың ішінде мен 5 мектеп ауыстырыппын. Я, бір мектепте 15 жыл жұмыс жасауға да болатын еді. Бірақ мен әрбір жерде 2-3 жылдан жұмыс жасадым. Себебі мен ол жерде өзімнің ортамды іздедім. Қалай? Қазір мен өз оқиғаларымен бөлісіп көрейін. Бірінші жасаған жұмыс орнымда мен кездейсоқтықтан бір мектеп парламентімен жұмыс жасадым. Сол жерде 12 бала мен үшін ол мектептің сүт бетіндегі қаймақтары. Көшбасшылар, лидерлер. Менің жұмысым сол балаларға мектеп парламенті болу емес, бір-біріне деген сый, құрмет, ауызбіршілік, ынтымақтастық дегенді үйрету деп білдім. Сол үшін бар күшімді, уақытымды аямай, олармен бірге жұмыс жасауға тырыстым. Олармен бірге күлдім, олармен бірге жыладым. Таңның атысы, кештің батысы солармен бірге жүргенді жақсы көретін едім. Сол кезде маған әріптестерім, не істеп жүрсің? Ой, еріккеннің ермегі, сенде үйің жоқ па, отбасың қайда, нағып жүрсің, осы жүргенің дұрыс па? Ертең күні олар бітіретте кетеді, не сонша уақытыңды бөліп дейді маған. Содан кейін мен оларға қараймын да, бірақ өз жұмысымды ары қарай жасай бердім. Дәл осындай сөзді көп ести бергесін, мен ол жерден кеттім. Бірақ дәл сол балалардың мектеп бітіргеніне 7 жыл болды. Ал дәл сол 12 бала қазір сол бір-біріне деген сыйластықтары артпаса кеммеді. Ауызбіршіліктері артпаса кеммеді. Себебі олар менімен де байланыста, бір-бірімен де әлі 7 жылдың ішінде сол байланыста. Сөйтіп мен басқа мектепке бардым. Ол мектепте жаңа айтқандай мен педагог-психологпын. Бала тәртіп бұзса, бәріне әрине бізді шақырады, я? Сол кезде мектеп әкімшілігі мені шақырып алып, бір-екі баланың жаңағы бір тәртіп бұзғанына байланысты мектептен шығарамыз деп жаңағыдай сөгіс айтып жатыр екен. Сол кезде ағай, бұлар бала ғой. Бұл мектепте қателеспесе, қай жерде қателеседі? Мектеп бала үшін қателесу мекені емес па? Деп сөйлесем, ағай маған, ол бала емес, бәле, деді. Мен қорқып кеттім. Қалай мектеп бала бәле болдық? Ондай ортада мен не істеп жүрмін онда? Мен мұғалім емеспін ба? Деген ой келді. Сөйттім де, қазіргі ортама келдім. Ол жерге келсем, осы бір қызық оқиғаның үстінен түстім. Сол жерде тәртіптік комиссия құрылып, бір оқушылардың жаңағы тәртібі сол тәртіптік комиссияда қаралып жатыр екен. Әрине, мен психолог болған соң тәртіптік комиссияда да, құрамында да едім. Содан тәртіптік комиссия қаулы шығарып жатыр екен. Бұл балаларды оқудан шығарамыз, болды, деп. Сол кезде мектеп басшысы тұрып, ағайлар, апайлар, қараңыздаршы, ол балаларды қазір біз мектептен шығарып жібереміз. Сол кезде олар қандай ортаға тап болады? Оларды біз үйретпесек, біз тәрбиелемесек, кім тәрбиелейді? Біз неге оларға мүмкіндік бермейміз? Деп айтқан кезде менің жүрегім жарылып кете жаздады.
И жадыра дедім өзіме. Кешірім сұраймын. Жадыра дедім. Міне ғой сенің іздеген ортаң. Осы ғой, осы жерге сені компас жетелеп келді. Міне менің ішкі компасым дәл осы жерге жетелеп келіп еді ғой. Дәл осы енді кейіннен бағдарлап ұстаздарға қарасам, олар да балаға бағдарланып жұмыс жасауда екен. Барлық ұстаздарымның жаны баланың үстінде. Баланың тұлға болып, адам болып қалыптасуына үлесін қосуда үлкен жұмыстар атқарып жатыр екен. Олар шынымен де өз уақытын аямайтын ұстаздар екен. Қатты қуандым. Таптым дедім. Таптым, мынау менің ортам. Міне, сөйтіп 5 жыл ол жерде мен әлі де қызмет етудемін. Қанша маған үлкен лауазымдық жаңағы облыста да апайына жерге келіңізші деген жоқ. Бұл мен осы жерде болуым керекпін. Мен осы балалардың, осы ұжымның ортасында болуым керекпін деп жауап беремін. Ал енді осылай қорыта келе сіздерге айтарым. Дәл қазір өз жүректеріңізді тыңдаңыздаршы. Сіздің компасыңыз қайда бағыттап тұр? Рахмет.